Сәлеметсіздер ме? Есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода әдеттегідей дәмді ерекше тағам әзірлейміз. Ендеше бисмиллах деп бастайық. Бұл тағам үшін бізге тауықтың төс еті қажет болады. Оны видеода көрсетілгендей көлденеңінен екіге бөлеміз. Бұл тағамды отбасымызбен жақсы көреміз. Салмасын ауыстыра отырып, әртүрлі етіп дайындауға болады. Бүгін базалық нұсқасын көрсетемін. Әрбір тауық бөлігіне дәміне қарай тұз себелейміз. Паприка дәмдеу үшін қолданғанды жақсы көремін. Осы тағамға керемет үйлеседі. Молынан себелеуге болады, өйткені тәтті бұрыш ешқашанда артық болмайды, әдемі қызыл түс береді. Келесі бетіне аударып, тұз және паприканы себелейтін боламыз. Құрметті сүйікті көрермендерім, қазақша каналымның ары қарай дамуына үлесіңізді қосыңыз. Видео пайдалы болса, еңбегімді бағалап, тегін лайктарыңызды аямай басып, кез келген пікір қалдырыңыз. Жаңа көрермен болсаңыз, каналға тіркеліп алыңыз. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыз, алда шығатын керемет, пайдалы қазақша видеоларды бірінші болып көретін боласыз. Енді тауық бөліктерін арнайы ет ұрғыштың көмегімен ұрғылап аламыз. Қаласаңыз, етті алдымен ұрғылап алып, кейін тұзбен дәмдеуіштерін қосуға болады. Етті ұрғылау оның жұмсақтығын қамтамасыз етеді, және де еттің қалыңдығы барлық жерінде бірдей болып, рулетіміз әдемі болып оңай оралады. Сондықтан ет ұрғыш алып қоюға кеңес беремін. Әрбір тауық бөлігін екі жағынан ұрғылап алуымыз керек. Барлық еттерімізді ұрғылап алдық, енді салмасын дайындаймыз. Салма ретінде бүгін ірімшік және ақжелкен қолданатын боламын. Ірімшікті ең майда үккіштен өткізіп алдым. Оның 3-тен 1 бөлігін үстіне себелеуге алып қаламын, ал 3-тен 2 бөлігін салма ретінде қолданамын. Ақжелкенді майдалап турап, ірімшікпен бірге араластырып қоямын. Сонымен салмамыз дайын. Тауық рулеттерін орағанда осы салмаға қосымша 1 тілім қызанақты қосып жіберсеңіз болады. Сонда тауық рулеттері одан сайын сочный, дәмді бола түседі. Маған ұнайтын тағы бір салма түрі ол саңырауқұлақ қосылған салма. Яғни саңырауқұлақ пен пиязды алдын ала қуырып алып, салма ретінде қолдансаңыз, керемет дәмді әрі ерекше болады. Әрбір тауық бөлігіне 1 шай қасық майонез немесе қаймақ жағамыз. Үстінен біркелкі етіп, салмамызды орналастырып ораймыз. Ашылып кетпейтіндей тығыз етіп орауға тырысыңыз. Қосымша ағаш таяқшамен бекітудің қажеті жоқ. Дәл осы әдіспен барлық тауық бөліктерін орап аламыз. Каналымды 97%-дан артық көрермен тіркеусіз көреді екен. Осы олқылықты жойып, каналыма тіркеліп алыңыз. Бұл тағамға гарнир ретінде картоп қолданамын, себебі өте ыңғайлы, бір ыдыста, бір уақытта пісіп шығады. Домалақ етіп, орташа қалыңдықта кесіп аламын. Дәміне қарай тұз, паприка қосамын. Бір араластырып аламын. 2 ас қасық сұйық май қосып, араластырып аламын. Ыдысымыздың астына алдымен картоптарымызды орналастырамыз. Үстінен тауық рулеттерін орналастыратын боламыз. Сонда тауық етінен бөлінетін сөлінде картобымыз өте дәмді болып піседі. Рулеттердің беті құрғақ болып қалмау үшін аз ғана майонез немесе қаймақ жағып шықсаңыз болады. Бетін фольгамен жауып, 200 градусқа дейін қыздырылған пеште 40 минут пісіреміз.
Осы уақыт өткен соң тағамымыздың бетін ашып, бастапқыда алып қалған ірімшікті себелейміз. Ірімшік әдемі болып сарғайып ерігенше шамамен 5-10 минут пеште ұстаймыз. Тағамымыз дайын болды. Ас көкпен әсемдейміз және де ыстықтай дастарханға ұсынамыз. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Сіздің де сүйікті тағамыңызға айналады. Салмасын ауыстырып, гарнирін өзгертіп, ерекшелендіре беріңіз. Видео ұнаса, лайктарыңызды басып, пікір қалдырыңыз. Каналға тіркелуді де ұмытпаңыз. Дастарханыңыздан дәм үзілмесін. Амандықта, жақсылықта, жаңа видеоларда жүздескенше.